Жалғастырайық. Менің бұрынғы видеом 40 минут болып кетті, енді көрсеңіздер. Айтқым келе береді да, енді шын жүректен. Өзі кішкене қалды, өзі бағдарлама бойынша. Так, бағдарлама бойынша енді рухты ояту деген айтқым келіп отыр. Рухты ояту деген рухымыз Алла тағаланікі. Біз Алла тағаладан келдік. Аманжол Рысмендиевтің кез келген патернигіне барсаңыздар, шынымен де рухтарыңыз оянады ғой. Сондай бір қалауларыңыз оянады. Сол нәрседе өзгерістердің, өзіңіздің энергияңыз көтеріледі. Энергияны дұрыс пайдалануды. Например, адамдар болады да, біздің өзімізде де болды да ондай. Балқай Балтабай ханымның бір сабағында айтқан болатын. Ақша ол жауапкершілік. Яғни жауапкершілік деген больше жауапкершілік, больше табыс. Например, менің өзімде де қазір енді қанша командамен жұмыс жасап жатырмыз, мен бұрын команда болмайтын, мен өзім бәрін жасайтын, делегировать ете алмайтын, анаған мынау жауап бере алатындай. И солай қалай мен директ етіп, солай команданы жүрген кезде мен өзімде энергия азайды. И сосын команда жақсы болды да, әр адамның өзінің риск нәсібесі бар деген сияқты ғой. И больше жауапкершілік деген нәрсе мен өз басым. eBayда сауда жасаймын, жұмыс жасаймын, альхамдулиллах. О сауда жасау үшін энергия кетеді, күшіңіз кетеді, біліміңіз кетеді, көзіңіздің майы кетеді түнде деген сияқты. Вот сол жауапкершіліктерді жасау арқылы сіз ақша табасыз деген нәрсе ғой. И например, біздің командада мен бастық, мен өзім шешемін бәр нәрсені. И барлығын мен шешем өзім, И мен шешкенмен видеоға да мен жауап беремін, камераға мен жауап беремін, қалай сөйлеу керек, не істеу керек, қалай түсу керек деген сияқты. И сол адамдардың барлығына мен жауап беремін. И енді қараңыздар, видеоға түсіретін адам мобилограф болатын болса, рилстарға, ол видеосына ғана жауап береді. И соған сай зарплата алады. Куратор жауап бергеніне зарплата алады. Яғни куратор сол жауапкершілік үшін, курс түсірмейді, курстың адамдар жауапкершілік алмайды. Білмеймін, бұл крайне болса, Умида ханым деп шешіп қоя салады. Яғни куратор өзінің зарплатасын алады, қанша жауапкершілік, больше сонша табыс. И менде сату мамандары бар, и менде роб бар, и менде тағы да, например, финансист бар, полный жауап беретін, юрист бар. Юрист не, әр қайсысы өзінің жауапкершілігі бар, сол жауапкершілігіне қарай табыс табады. Ол басқа нәрсе, курсқа бас қатырмайды, маркетолог маркетинге ғана, инстаграмға жауап беретін деген, дайретке жасайтын, таргетолог таргетке жауап береді деген сияқты. Тура солай, больше жауапкершілік, больше табыс. Соответственно, сіз барлығын жауапкершілік, когда взрослый позицияға өтесіз, мен сол нәрсені қабылдадым, мен осы нәрсені енді мен шынымен де жасауым керек. Мен осы нәрсе мен мойнына алдым, например, үй алғым келеді, жауапкершілік шештім, мен үй алам деген сияқты. Мен шынымен де өзімен мақтанамын, өзіме молодец дей аламын да. Например, үй алам, машина алам деп барынша тырыстым, барынша таргеттен бастап, кішкентай кезден бастап мен басқаша боламын. Мен үйде басқаша боламын. Мен 5 қыздың бәрін одинаковый болмайды. Мен басқа боламын, басқаша боламын, басқаша табыс табамын, басқаша үйдем. Мен бүйтем, мен ол мектепте, менің әке-шешем өмір бақи мектепте жұмыс жасаған. Мен ондай наибға жұмыс жасамаймын. Яғни когда сіз өзіңіз шешім қабылдайсыз, и сол шешімге қарай ми жұмыс жасайды. И вот солай, соответственно, солай біз басқа идеялар келеді. Таргетолог болдым, SMM маман болдым, біреуге жауап сөйтемін. Қысқасы солай да енді. И жауапкершілік алған кезде. Тура солай, больше табыс тапқыңыз келетін болса, eBay-ға келгенде де жауапкершілікті алып үйреніңіз да. Жауапкершілікті мен осы жасаймын деген кезде, мен білемін адамдарды. 50-де, 40-та, 60-қа келген адамдар да әлі взрослый позицияда емес, детский позицияда жүр. Яғни, например, бір нәрсе айтсаң, мен білмеймін, анадан сұра. Қойшы, мен білмеймін оны. Больше жауапкершілік алмау керек та. Осы нәрсені істеу керек еді, жасап жер десең, жоқ, мен білмеймін, қой салшы, мен анадан сұра, мынадан сұра. Яғни барынша итереді. Енді барынша сіз ақшаны итеріп жатсыз. Соны түсініңіздерші, сізге қандай да бір келді ма, сіз итермеңіз. Сізге жауапкершілік, мен білмеймін, анау шешеді. Білмеймін, анау сізге келіп тұр ма, бір нәрсе сұрап жатырмын, соны сіз алыңызшы, мен жауапкершілік осын аламын, осы нәрсені мен білемін, істеуім керек. Білмесеңіз үйреніңіз. Ода тұрған ештеңе жоқ. Например, мен Стамбулға барып білмедім, осы үйтемін, бүйтемін, жауапкершілік. Бірақ сол жақта Алла тағала жүрегімізге салып қайтадан қайтып келдік. Ода тұрған ештеңе жоқ. Значит, енді мен Стамбулда демалуға бару, тұруға бару үшін бір нәрсең болу керек деген сияқты, үйің болу керек деген сияқты. Ол жақтың адамдардың тілін білу керексің деген сияқты, уже мен білемін деген сияқты ғой.
тура солай жауапкершілікті сіз аласыз, сізде табыс болады. Так, одан кейінгі и адамдар айна деген нәрсені білесіздер ма? Айна. Сіздің өміріңізде қандай проблема болып жатыр, ол сіздің ішкі состояниеңіз болып жатыр деген сөз. Честно говоря, мен бұрынғы видеоларымды көрсем, мен абысынымда көретін шығар, мына жерде жалғыз абысыным бар өзі. Қатты бір-бірімізге келісе алмай қалдық. До того, сенесіздер ма? Соншалықты Алла тағала жүрегімді жауып тастаған, оны маған, мен оған да көре алмаймыз. Бір-біріміз көзбен көре алмайтындай да бір сондай бір состояние болды да бір моменттерде. И о айтамын да, неге ондай? Неге мен и сол өзіммен проработка жасау арқылы мен өзім сондай екен да, оказывается. И менің ішкі состоянием қандай да бір нәрсені мен қабылдамаймын да, жоқ мен емес, ой қарамаймын оған, қарамаймын, жоқ. И сол нәрсе сыртқы әлемдегі адамдар арқылы маған айна болып көріне береді, болды. И сол подтверждение ала береді. Сол себепті и сол нәрсені тауып, сол нәрсені мен шешкен кезде қазір альхамдулилля бәрі жақсы. Көз тимесін, альхамдулилля. Вот солай. Енді бұл видеоны көрмеулі сіздің таңдауыңыз. Біз өмірде өзі таңдаулардың біз кез келген нәрсе таңдауымыздың арқасында өмір сүреміз да, шешімдеріміздің арқасында. Біз осы жерде риск дертін айтқым келіп отыр. Риск деген ол қарапайым тілде. Бұл видеоны енді көресіздер ма, жоқ па, білмеймін, барынша тырысып жатырмын енді. Мынандай нәрсе ғой. Біз банкрот болудан қорқамыз. Шынымен де 2 миллион. Қазір сізде қанша миллион ақша, үлкен ақша миыңызда. И соны бөліңіз 10%-не. 10 даже 1% қанша болады? Например, миллион теңгенің 10% 100 мың теңге. Сізде 100 мың теңге айналып жатыр қолыңызда. Хочешь не хочешь жауап беріңіз. Үйде отырған адам болсаңыздар, в общем, табыс таппайтын болсаңыздар, хочешь не хочешь той ана болып қалуы мүмкін, балаңызға күйеуіңіз, в общем, есептеп көріңізші, ең болмағанда көмірсулық төле, бірдеңке деп қолыңызда айналып жатыр. Ең болмағанда 10 мың теңге. Себебі ол айтып жатыр да, Балқия Балтабайда. Балтабай ханым, кәдімгі менің әпкем болып кетті ғой. Сол жету нәсіп етсін деп, сондай дәрежеге. И сол кезде айтады да, сіз, когда сізге легкий ақша болады, ол сіз легкий қолданасыз. Например, қазір сізге 1000 теңге жарату қиын емес қой, В общем, 1000 теңге, 100 теңге, 200 теңге, білмеймін, түкте қиын емес. О нәрсеге сіз қатты мән бермейсіз, легкий, о нәрсе легкий болған кезде сізде ол ақша болады. Когда сіз 1000 миллион теңгені легкий қабылдайсыз, легкий, оны сіз жарата алатындай, жасай алатындай, и сол кезде сол ақша сіздің қолыңызда болады, поверьте мне. И о нәрсе сізге тоқтаусыз келеді. Бағана айтқан Алла тағала тоқтаусыз рызық беруші. Сіздің ой банкрот болып қалам, мынаны үйтсем бүйтіп қалам, ол ақшаға лучше. Біздің психология былай да, крупный ақша келді ма, жер ақ қойым керекпін. Крупный ақша келді ма, ойбай үй ақ қою керекпін, ойбай бүйтіп қою керекпін деген сияқты. Ондай нәрсе жоқ. Себебі қазір беріп тұр ма Алла тағала, ертең де береді сізге, ары күнде береді. О Алланың қалауында бәрі. Тура солай кез келген нәрсеге ондай напрягаться етіп қарамаңыздар. Ешқандай нәрсе мәңгі емес. Ешқандай нәрсе мәңгі емес. Сіз де, біз де, ешқайсымыз. И бағана рисктерді айтып кеттім. Банкрот болудан қорықпаймыз, бірақ өмірімізді біреуге тапсырудан қорықпаймыз. Банкрот болудан қорқамыз, наоборот, өмірімізді біреуге тапсырудан қорықпаймыз. Ол қалай? Таксиге отырасыз ғой, кез келгеніміз көріп жүрген, біліп жүрген таксиге отырасыздар, бір жаққа жету үшін. Сіз бірақ жолда авария болып қалам, жолда бүйтіп қалам деп ойламайсыз. Ол кванттық скачок ретінде кетіп жатыр уже, ол кванттық әлем бойынша. Сіз ол состояниені ойламайсыз. Мен авария болып қалам-ау қазір деген. Күнде сіз таксиге отырған сайын, ой авария болам, ойбай анау мынау деп отыратын болсаңыз, сіз ана жерде өмір сүре алмайсыз, таксиге отыра алмайсыз ана жерде. И солай сіз ойламайсыз ғой оны. Мен қазір такси жалдай саламын, бірдеңке болса, анақа таксимен бара саламын дейсіз да, Б точканы ойлайсыз, жетуді. Ортағыңыз айтпайсыз. Ортасында ол адам, мен айтуым мүмкін, 7 жылдан бері такси айдаймын деу мүмкін. И вообще. И сол кезде сіз ибай дей беремін ғой. Вот сол кезде қараңыздар, риск сіздің өміріңізді риск қылып беріп жатсыз ана таксистке. Даже автобустарда қаншама жағдайлар болады, авариялар болады, соғылып, өліп кетіп жатыр қаншама адамдар, Өткенде қатты жүрегім ауырды. Біздің Қалқаман жақта автобусқа бір автобус айдап жатқан әйел кісі болған, и оны біреу ұрған, сол жерде 100 теңге төле деген деме, қысқасы ол етінен санып қалғанда, и автобус жүріп такси тоқтатып тұрған адамдарды басып кеткен. И олар қалай жүрек жеткізе алмай жатырмын да,
Олар да ойлады ғой, қазір мен такси тоқтатып тұрмын, үйге барамын, үйде бала шағам күтіп отыр. Или вообще ертең баласының туған күні шығар, өзінің туған күні шығар, или вообще бұл ертеңгі болудың бірдеңкелер армандағанша ойлаған шығар. Вообще и соны алады, ертең болмады. И сол жерде қайтыс болып кетті. Сол жерде в общем ойламаған жерден, дұрыс такси тоқтап тұрған жерінен басқа автобус соғылып кетіп үстін басып өліп кетті да. И содан мен қатты қорықтым да, жүрегімнен не істеп. Яғни өмір ол бізге мәңгілікке берген нәрсе емес. Сізге даже 2 жыл өмір сүресің, ол саған 100 жыл өмір сүрдің бердім деген нәрсе жоқ. Бүгін бар, ертеңді Алла тағала шешеді. Ертең бүйтіп қоямын, ертеңге қара күніме ақша жинап қоямын, ертең бүйтіп. Қазір қолыңызда қанша ақша бар? Визаир деген приложение бар, қараңыздар, осы жаққа қойып қояйын. Абу Дабиға осы жақтан кез келген, қазір кіріп тіркеліп алсаңыздар да, 3 айдан 4 айдан кейін ол жаққа барсаңыз болады. 3 айдан алдын сіз заранее билет алып қойсаңыз, бар болғаны $60, $70. Қараңыздаршы, мен, например, осы жаққа қойып қоямын, монтажда көре алсам. Вот солай бар нәрсені алып жасаңыздар да, шетелге шыққыңыз келіп шығыңыз. Алла тағаланың үйіне барғыңыз келе ме, барыңыз. Мен Абу Дабиға барсаңыз, ары қарай уже жетіп тұрсыз ғой Меккеге. Вот солай риск жасаудан қорықпаңыздар. Риск жасау, тәуекел жасау, Алла тәуекелшілерді жақсы көреді. Сабыр етушілерді жақсы көреді. Бір нәрсе болмай тәуекел еттіңіз, болмай қалды, бірақ оған қатты страт етудің де қажеті жоқ, сынақ болуы мүмкін. И бағана айтқандай, айтпақшы болған қорытынды ретінде, банкрот болу жақсы ғой, чем өліп кеткеннен. Конечно, банкрот болсаң ертең тұрасың, кез келген нәрсе болады, басың аман деген сияқты. Ал таксистке біз өмірімізді тапсырып береміз ғой, просто такси күнделік жасап жатқан. Сол себепті өміріңізде қиын сәттер болса да, жақсы сәттер болса да, ол еш қашан мәңгілік емес. Сіз қиналып жатсаңыз, өмір бақи қиналасыз деген нәрсе жоқ. Сіз жақсы боласыз, күшті болып жатсаңыз, өмір бақи жақсы болып кете бересің деген нәрсе жоқ. Түннен кейін таң атады деген нәрсе бар. Өткенде бір ұстаз сол жаққа барған кезде, Абу Бәкір ұстаз бізде, Алла разы болсын, прям өте керемет жан екен. И ұстаз айтып жатыр да, например, сен түнде, өмір бақи түнде қалмайсың ғой. Дұрыс қой, ол түн өмір бақи қалып кетеді, но ертең арғы дүниеде жаннат пен тозақ қана бар. Болды, ештеңке жоқ одан ары қарай. Ал қазір сіз ұйықтасаңыз, міне пик, әр нәрсенің пик уақыты болады. Пик. Менің өмірімде, например, қаншама қиыншылықтар болды, квартирада қиналып, сенесіздер ме, тараканмен де өмір сүрдік та. Балам ойбай құлағын мақта тығып қоям, құлағына таракан кіріп кетпесін деген сияқты. Вот сондай сәттер де болды да. И ол да менің пик уақытым деп ойлаймын да. Пик, яғни әр нәрсе түн, қазір мен түн келе жатыр, қазір мен видео түсіріп жатырмын. Түн болды, 6, 7, 8, 9, 10 түн болып жатыр. До конца болмайды ғой, до конца 3 дейікші, 2 дейік, например, 2, 3, пик қараңа түн болған уақытта. И 3-тен 1 минут өтсе, ол таңға қарай жүріп барады. 2 минут өтсе, таңға қарай жақындайды. 1 сағат өтсе, уже таңға жақындап қалды деген сөз. Тура солай, сізде қиын болатын сәт, ол пик уақыты. Кез келген нәрсенің пик уақыты болады. Bir күн ол тоқтайды, и ол жақсы жаққа қайтады, жақсы жаққа жүреді. Тура солай, табысыңыз көп, күшті, нормальный, бәрі болатқанда болса да, сіз ол пик уақыты бір уақыт болады, содан кейін ол түсуге провал. Өмір сондай, график жоқ, тіке деген нәрсе график жоқ, жоғары бар. И провал бар. Провал түскен кезде түсінесіз, что такое, мен қай жерде қателестім, не істедім, не істеу керекпін, кімдермен ақылдасу керекпін, ортамды ауыстыру керекпін деген сияқты. И сосын тағы сіз көтерілесіз. Қандай да бір момент болды, тағы да түсесіз да. Яғни ол провал, одан қорықпаңыздар. Провал ол болу керек. Бәрі нәрсе зор бола берсе де болмайды ғой. Сол сияқты шын жүректен түсіріп жатқан видеома бір лайк басып қойсаңыздар, подписка болып қойсаңыздар, қуанып қалар едім. Рахмет. Тура сонда. Енді бизнесті бастаса, осы жерде айтып кеткен нәрсем, бастысы бастаңыз. Болды. Бастасаңыз ол жалғасады. Бастамасаңыз ештеңе жалғаспайды. Мүмкін ойлап жатқан шығарсыз. Кішкентай қарапайым, мен шкафымды келгеннен кейін бір не істедім,
бір қысқы жазға ауыстыруым керек болған. Ертең істеймін, қазір істеймін, үйтем бүйтем. Мен оны бастамасам ол жалғаспайды, ешкім оны істеп бермейді маған. И солай сіз біреуін алып, біреуін мынау қысқы киімді мына жаққа қойып қойсаңыз, ол азайды біреуге. Яғни басталды ол. Просто так шкаф біреу көптен бері бір жерді тазалайын деп тұрған шығарсыз, ойыңыз үйде отырған аналар, иә. И соны сіз бастаңызшы, біреуін алып жуып қойыңыз. Например, мен кейде заттарымды не дейді, газ, шаугім, сондай заттар жуатын кезде бәрін қосып бір уақытта бүйтіп энергиямды шаршатып істемеймін. Бір күн паста жуып болдым ба, шаугімді жуып қоямын. Сол кометпен жақсылап әдемілеп, тап-таза болып қалды. Ертесі күні паста жуып болғаннан кейін газ жуып қоямын. Одан кейін тағын бірдеңке. Сол бір яғни сол кезде ол жалғасқаннан кейін сіз өте үлкен жұмыс істеп атқарып қойғаныңыз. Кухняны да полный үлкен кухняны шығарып тастап, бүкіл энергияңыз құртып жасау керек емес. Бүгін бір шкафтың бір жерін тазалаңыз. Ішіндегі бар зат алып жуыңыз, тазалаңыз. Вот бір өн істеңіз. Шаршадыңыз ба? Демалыңыз. Ертесі күні істейсіз. Яғни бір сәтте бәр нәрсені, біздің мынандай психологияда бәр нәрсені уақытында алып тастау керек. Бір нәрсе eBay'ді бастады ма, eBay'дің өзінің кез келген бизнесті сол моментте алып тастау керек. Оның жолы бар, оның өзінің қиыншылықтары бар. Ашин Қытайдан бизнес жасаймын деген адамдарға да мен анау 1-2 миллионға товар алып алдым, қажет жоқ. 20 мыңға алыңыз, оны сатып көріңіз. Одан кейін 200 мыңға алыңыз деген сияқты да. Шаршамаңыздар, өзіңіз шаршатпаңыздар. Өмір өте ғажап. Өте ғажап. Өмір сүргім келе береді негізінде. Вот сондай бастау деген сол негізінде. Негізінде бизнес аяғы жоқ ойын. Аяғы жоқ оның. Бизнестің аяғы жоқ. Соны түсініңіздер. Бизнес жасап жүрсіз ба? В общем, кез келген нәрсе әрқашанда өмір, ол бизнес сіз бізге дейін де болған, бізден кейін де бола береді. Оның түбіне жете алмайсыз. Сол сияқты кез келген бастап кетіңіз, жасап кетіңіз болды. Так, енді осы жерде подтверждение жайында айтатын болсам, көрсеткім келіп тұр сіздерге. Қазір. Мынандай нәрсе де, біздің кванттық скачок, кванттық әлемде, мынандай нәрсе, сіз ойлайсыз, например, маған айтады, Инстаграмға жазады көбісі. Менің ақ жолым болмай кетті. Не бастасам, болмайды. Не бастаймын, нәтижеге шыға алмаймын. Амазонда істедім, нәтижеге шыққан жоқпын. Wildberries жасадым, нәтижеге шыққан жоқпын. Каспиге жасадым. Осы Shopify'ды да істеп көрдім. Неге осы eBay'ді жасап көргім келіп тұрды? Кейін мен айтам, тоқтаңыз. Сіз жасай алмайсыз. Неге жасай алмаймын? Қараңыз. Мынау сіздің ойыңыз. Үлкенірек қылып тастайыншы. Қараңыз. Мынау сіздің ойыңыз. Сіз осы нәрсені айттыңыз қазір, менің жолым болмайды деген сияқты. Ол ауызбен айтып жатсыз да. И сосын кванттық әлем, мына поле бар. Барлық жерде поле бар. Әр адамның өзінде поле бар. И мына поленың сыртында әр түрлі информациялар толып жатыр. Жақсы да, жаман да, бәрі. Көрініп тұр ма әдемі? Вот қараңыздар. И сосын сізде менің ақ жолым болмай кетті. Осы Shopify, eBay'ді көрейін деген, eBay'ді көрейін емес, бірінші ой, сізде менің не бастасам жолым болмайды деген нәрсе. Бетіп шығып кетті. Өкінішке орай, негативті ойлар осындай тез жетіп барады. Мына полеға. Болды, фук кете қалады. Ал армандарымыз, мен осы Дубайға барғым келеді, умраға барғым келеді, мына жаққа істегім келеді деген нәрселер, жақсы ойларымыз, армандарымыз өкінішке орай былай жүреді. Бит, айналып бар, бит, жүріп барып жетеді. Ол жетеді, хоч не хоч жетеді. Енді қараңыз, мынау тез барып тұр ма, әлде мынау ма? Әрине мынау фук кетіп жетіп тұр ғой, ойбай. Мына фук кетіп жетіп тұр ғой. Енді ол мына жаққа тук-тук кәдімгі есік тақылдатқан сияқты, бізге негативті ойлар керек. Біз не бастасақ жолымыз болмайды деген нәрсе направление алдық дейді да. И сосын мына жақтан, мынау жақта тұрған негативті ойды беқа шақырады ғой, мына жаққа. И сосын мына жақта, о, бізді шақырып жатыр деп мына жаққа келеді. И сосын ол мына жақтан өзіне подтверждение алды, сол информацияларды алды да, и солай былай бір емес, екеу болып келеді ғой беқа. Қазір 1 секунд. Кешірім сұраймын. Так, қараңыздар, Міне түсінікті болып жатыр сіздерге. Түсінікті болып жатыр ғой, Міне, мынау
бүйтіп жақсы ойларымыз өкінішке орай жай барады екен да, жап балам есікті. И мына негативті ойлар осылай фук кетіп жетіп барады да. И сосын өзіне керек ақпараттарды алды, ол шақырды өздерін, соны екеуін алып алады да, тоже бүйтіп жай келмейді ол. Тоже мына екеу болып келеді ғой мына жаққа. Сіздің ойыңызға, сіздің өміріңізге. И солай мына екі келген нәрсе подтверждение. Сіз армандау керек екен, жақсы нәрсе ойлау керек екен. Бәрі психологтар жақсы нәрсе ойла, не ойласаң жақсы болады. Оның түсініктемесі мынау. Енді ол мынау жақсы ойлағаныңызда бар, ол ойлаған заттарыңыз да бар жақсы. Ол кетіп бүйтіп жетіп барам дегенше, ол өзінің затын тауып, ол бүйтіп келем дегенше қай заман. Ал негативті тездер бар, тез ұшып барғандықтан ол тез подтверждение алады. И сосын тура солай сіз Shopify бағанағандай Каспи бастадыңызда, нәтиже бізде болмайды деген нәрсе алды да, и сосын подтверждение, ол өмірге әкелу керек. Оның жұмысы, кванттық әлемнің жұмысы сізге өмірге әкелу болды. И сосын барды да Поляға, бізге мынандай нәрсе керек деген алып келді өмірге. Подтверждение. Каспийден нәтижеңіз болмады. Болды. Сосын тағын, мен қазір енді Каспийден нәтиже болмады, енді Wildberriesті көремін. Wildberries шықты. Менің жолым, менің не басасам болмайды, остан болсын. Не басасам болмайды деген кетті, тоже подтверждение алды, қайтып келді. Болды, бұның ешқандай формасы жоқ. Сізден кеткен ой Поляға барады, Полядан өзінің керек заттарын алады да, сізге өміріңізге алып келеді. Сіз бірден кейін өзіңізді танымай жүрген болуыңыз мүмкін, өзіңізді жақсы көрмей жүрген болуыңыз мүмкін. Қарапайым нәрсе да, өзі жақсы көрудің бір күшті бір техникасын айтайын. Енді біз ер азаматтарды көреді ғой мені. Сол себептен ондай негативті нәрсе ойламаңыздар, бұл техника просто так. Балам есікті аша берді ғой. Так, бұл негатив нәрсе ойламаңыздар, тек қана барынша білім беріп жатырмын, алған білімдерімді, сол себепті дұрыс қабылдаңыздар. Так, енді өзіңізді қабылдамау деген нәрсе. Сізге состояние келді ме қазір? Қарызыңыз, кредитің, соны неге алдым, осы кредиттен басым шықпай қойды ғой. Просто так, сіз өміріңізді өзгерту үшін ойыңызға фильтр қойыңыз. Болды, просто так айттыңыз ғой, сіз енді мынау бізді қарызсыз өмір сүрейін деген жақсы ойыңыз жетіп бар, біз қарызсыз өмір сүру керекпіз деген подтверждение бүйтіп әкелемін деп тұрған кезде, мына жақтан тағы да негатив ой шығып қояды. Ой, осы кредиттен басымыз шықпайтын болды ғой өзі. Дейсіз да, и от барды да өзіне тағын екеуін алып келді. Вот солай біз өз ойларымыздың шырмауында өмір сүреміз. Сіз бір ай 40 күн деңізші, 40 күн, неге біз алата шілде деп 40 күн дейміз ғой, неге 40 күн сіз өз-өзіңізге уәде беріңізші, негативті нәрсе ойламаймын деген. Кезген басында айтып қойуымыз мүмкін, үйренген тіл айта береді. Бірақ сіз өзіңіз тіліңізге установка қоятын болсаңыз, фильтр қоятын болсаңыз, осы нәрселерді сізді ойыңызда менің жолым болмады емес, қашан болды. Ақша, менің де түк ақшам болмаған. Түк осы отырғам, үйде келінмін, депрессия, неше жағдай, даже Қазақстанға көшіп келгеннің өзінде де түгім жоқ, басқам жоқ, бір Аллаға тапсырып, сол кезде де мен айтқан жоқ, мен шын жүректен ішімнен ойлай беретінмін. Бағанағындай. Бұл менің техникам өте керемет, жазып алсаңыздар болады. Мынау Б точка менің машинам деген нәрсе ғой. Мынау Б точка. Алхамдулилlah, қазір жеттік. Мынау Б точка мен машинаға, немесе үйге. Сол кезде біздің үйіміз жоқ, квартирада отырмыз. Ол квартираны айтпай ақ қойыншы. Жарайды, енді айтсам, мен не деп ойлайсыздар деп па? Бүрге дей ма, не де шағатын, сондай нәрсе болатын. Бар болғаны 25.000 теңге төлейтінмін. 25.000 теңге еще суын сатып алатынбыз ба, сондай болатын. Кішкентай мамам бар, інім бар, мен бармын. Ана үйде мен бағу керекпін. Ол кезде мен өзім алып келген маманы, ауырып атқаннан кейін, оны менің историяларымда көрсеңіздер болады. Қатты ауырғаннан кейін маған өзім жақсы былай форма киіп, Өзбекстанда міне мен дейтін жақсы бір инспектор болып тұрып, паспорт шығарып тұрған кезде Алланың қалауымен мамам ауырып қалады. И сосын екі күн көзін ашпағаннан кейін мен Аллаға дұға жасаймын. Сол кезде намаз оқитынмын, орамал таппайтынмын, ал намаз оқып Алладан сұрайтынмын. Әкем көз алдында қайтыс болған 11 жасымда, 12 жасымда. И солай мен Алла тағала анамды қайтарып берші деп қат дұға тілеп отырғам. Сол кезде маған сұраған врач,
үйдің еркегі бар ма деп. Інім кішкентай, 2003 жылғы. Ол кезде вообще кішкентай. Қазір енді алхамдулилlah, қазір военный болып, жолын тауып, скоро үйлендіреміз, если что, құлақтарыңыз алтын сырға деп. Вот сондай. И бүкіл жауапкершілік менде да. Сол кезде мен әке шешем сондай болғаннан кейін әпкелерім күйеуге шықты, оны айтпай ақ қояйыншы, өзімнің проблемаларым. В общем, сондай мен ерте күннен есейіп кеттім деп ойлаймын. Вот содан кейін айтты, еркегі кім дейді, мен деймін да. Жоқ, сізге айта алмаймын дейді. Айтыңыз маған, көзін ашты ма? Көзін ашты, бірақ осындай проблема. Қандай проблема, маған айтыңыз десем, Өзбекстан өте ыстық, білесіздер. И ыстықтан давлениесі көтеріліп, қатты приступ берген да жүрекке. И 2 күн комада тұрып, көзін ашпаған. Мен көзін ашты, бірақ қазір ыстыққа тағы да шығатын. Кондер қойса ауырып қалады почкаларына. Вот содан не істеуім керек деген кезде климатты ауыстырыңыз, ауаны ауыстырыңыз деді, болды. Менің советім сол деді да. Сол моментте сенесіздер ме, шешім қабылдау өте бір пысық болған екен сол кезде де. 5 күннің ішінде мен өзім паспортты шығаратынмын, өзім сол жақта жұмыс жасайтынмын, сол себепті ускоренно өзім барып МВД-ға барып, қолым печаттарын қойдырып, Өзбекстаннан шығып болды. Больницадан шықтым мамам. Шыққаннан кейін паспорт барлығымыз алдық та Қазақстанға көшіп кеттік. Мамам, қалай, ойбай қызым, мама, аш қамаймыз, Алла тағала өзі көмектеседі. Мен бармын, мен сіздерді аяққа қоймай, мен күйеуге шықпаймын. Мен Алла тағала, мүмкін сіз маған осы үстіне еркек мінез қылып туған шығарсыз, мүмкін Алла тағаланың қалауымен. Болды, үйді сатуға қоямыз. Сатылса, қашан сатылады, сол кезде ақшасын алып басқа үй әрекет қылармыз. Бірақ қазір барынша не істейміз? Қолымнан не келеді, мама? Тамақ істеу келеді, үй жинау келеді, біреудің баласын қараймын да. В общем, тағы не істеу керек? Көше сыпырсам да, біреудің посудасын жусам да, азаннан кешке шейін. Давайте кеттік, мен сіздер өзім бағам деп. Солай мен солай шешім қабылдап бір елден көшіп келгем да. И солай тауымайсың ғой, өзі 60 000 зарплата аламын. Няня боламын. 7 күн ба? Жоқ, 7 күн болса, 5 күн, 6 күн жұмыс жасаймын. Азанда ол мектепке азанда мектепке 7:30-да кетеді. Мен үйден 5:30-да шығып кету керекпін. 5:30-да шығып кетемін, таң намазымды оқимын да, азанда 5:30-да шығып кетемін. И сосын кешке ол мектептен балалар келгеннен кейін барып қайтып келемін үйге. Тоже тамақ істеп қою керексің, үйдің тірлігін істеу керексің, например, Вот соның барлығын жасап, келіп 25 000 теңге квартира төлейміз. Еще 10 000 теңге ба, 5 000 теңге не шығады, коммуналдық шығады, 30 000. Енді 30 000 теңгені мектепке, балам, інімнің мектебіне беруім керекпін. Өзім жол кіре жасау керекпін. И продукт істеу керекпін. И қосымша табыс. В общем, солай, әпкелерім болған, енді күнде кімнен сұрайсың? Мама, әпкем қарыз беріп тұр. Әпке, олар да көмектесіп жатыр, рахмет. Бірақ бір күн көмектесер, 2 күн көмектесетін шығар, 1 ай көмектесетін шығар. Ары қарай ешкім, бір ғана өзің деген сияқты. Солай қолға сондай состояниялардан өтіп, сол жерде де айтатын, сол моментте айтқан менің осы техникам, міне Б. Мен өзім үй аламын, үйлі боламын, өзім машиналы боламыз, өз үйімізді. Мама айтатын, секрет киносын барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, Секрет деген кино көрмесеңіздер, көріңіздер. Тоже квантовая физика ғой, былайша айтқан кезде. Вселенная всегда говорит да деген сияқты. И сол кезде айтатынмын, мама, анашым, бәрі жақсы, мен шаршап жатқан жоқпын. Самый главный, Алланың қалауымен анам осы келгелі ешқандай давление көтерілген жоқ, климат ауысқаннан кейін. И вот солай, бастысы сіз ауырып жатқан жоқсыз. Ақшама табылады. Басқа нәрсе. Біз үйімізге, өзіміздің, сол кезде квартира тұрмыз ғой енді. Өзіміздің үйімізге 1 күн жақындадық, мама. Ертесі күні тағын 1 күн жақындадық. Мүмкін бізге айтқан шығар Алла тағала, сендерге 1500 күннен кейін сендер үйлі боласың деп шешіп қойған шығар. Ал біз сол 1500 күннің 1 күн өтсе 1499 күн. Тағын 1 күн өтсе 1498 күн болды. Мама, тағын азғантай қалды. 1 күн жақындап жатырық. 1 күн жақындап жатырық деп айтып жүріп, Алланың қалауымен 1 жылдан кейін үйлі болдық. Үйіміз сатылды, үйімізді қалған ақшасын берді, бұл жақта документ қылдық, документтен кейін оның біраз жұмысы бар, басқасы білетіндер білет. Вот солай 1 жылда біз үйлі болдық. Қазір Қаскелеңде үйі бар, мамамның 3 бөлмелі. Одан кейін алам, прям Алла тағала анамды не жасаған, енді бар болғаны 5 жыл өмір сүрді осы жерде. Одан кейін күйеуге шықтым деген сияқты, енді ары қарай менің өмірім. Мен сіздерге бұл мен не айтайын деп тұрғаным, айтпақшы болғаным, нәтиже Б. әрқашанда бар. Ол жоқ емес.
просто сол сәтті сөз сәтті мынау Б точкаға деген махаббатыңызды өшіріп алмаңызшы. Махаббатыңызды, соған деген берік болғаныңыз, армандарыңызды өшіріп алмаңыздаршы. Потому что әр қадам, әр әрекетіңіз сіздің армандарыңыздың бір қадамы. Тура солай. Мен осы 24-ші жыл, бүгін қазір апрель ма? Мен туған күнім 24 апрель, если что. Осы келе жатыр. Солай туған күні мен Дубайға жолдасыммен путевка емес, былай жолмен баратын сондай билет сыйладым. Путевка шетелге. Альхамдулиллах. И осы жерде айтатын нәрсем, апрель болса, январь, февраль, март 4 айдың ішінде осы машинам да болды, макбукымды да алып жатырмын, Турцияға да, Меккеге де барып келіп жүрміз, Мединаға одан барып жүрміз, келіп жүрміз, қанша нәрсе жасап жатырмыз, білім алып жатырмын 4 миллионға. Оның барлығы скачок, барлығы Алла тағаланың қалауы. Бастысы сіз сенсеңіз болды, ол барлығы орындалады. Көп сөйлеп жүрсем кешірім сұраймын. Комментарийларыңызды күтемін, жазыңыздар. Сіздермен Умида Абдуманапқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Айтатыным өте көп негізінде. Бірақ енді көп сөйлейді деп тоже адамдар жазады маған, хейттар. Ну, барым осы енді. Барлықтарыңызға сәттілік. Сіздермен Умида Абдуманапқызы.